Альбина. Әуенді бір көріп қойыңдаршы. Не істеп отырған, Гүлеке, қайырлы кеш, құрметтілерім, білімділерім, асылдарым, қалайсыздар? Сіздерге уәде етілгендей кешкі сағат 21:00-де тікелей эфир жасаймын деген болатынмын. Мінекей, эфирге шығып тұрмыз. Мен кеше сіздерге айттым, үлкен парақшам емес, енді жалпылама қандай да бір кәсіп иелерімен жасайтын, қандай да бір маман иелерімен жасайтын тікелей эфирлерімнің барлығы Сарканай онлайн білім осы парақшада өтеді деп сіздерге айттым. Себебі өзімнің негізгі Сарканай деген парақшадан шықсам, қазір көп деген сұрақтар болады. Біреу НЛ сұрайды, біреу шапан сұрайды, біреу нәски сұрайды, біреу очки сұрайды дегендей ғой. Жан-жақтан сондай бір беймаза сұрақтар көп келіп кетеді. Ал бұл жерде нақты істің адамдары, нақты жаңағы білімнің адамдары, ілім алсақ, санадан үйренсек деген жандар ғана отыр. Сол себептен Сарканай онлайн білім деген парақшадан кіріп отырмын. Ал көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздер де жазып отырыңыздар. Бізде қазір эфирдің басталуына 4 минут бар. Бүгінгі біздің эфирге шығатын жан, қазір таныс болыңыздар. Ол кісі прямой жаңағы Стамбул қаласынан шығады. Ғалым деген өте керемет, сондай өз ісінің маманы деп айтсам болады. Ол кісімен біздің таныстығымызға көп болған жоқ. Бірақ енді жаңағы келіншегі Раушан дегеннен біреуіңіз білсеңіздер, біреуіңіз білмейтін шығарсыздар. Мен парақшамда 1-2 рет салдым. Іскер жандар, сондай отбасымен, сондай кәсіпті дөңгелетіп әкете алатын, сауатты, сабырмен ғана өзінің ісін тындыра алатын сондай бір отбасымен танысып, Ғалым мырзамен біз негізінде бір эфирлер жасалмақшы болғанбыз негізгі. Яғни ол кісінің кәсібіне жарнама деген секілді. Бірақ енді белгілі бір себептермен кішкене үзіліп қалды ол. Сол кезде менің уақытым болмады ма, мен қазір енді нақты есіме түспей тұр. Содан кейін осы жалпы ер азамат қой, бізде көп емес қой, кәсіптің тізгінін алған ер азаматтарды саусақпен санарлықтай ғана, сондықтан ер азаматтардан мотивация бөлек болады, ер азаматтардың әңгімесі бөлек болады деген ниетпен бүгін сол кісіні шығарғалы отырмыз. Сұрақтарыңыз болса дайындап отырыңыздар. Ол кісінің ойын білейік. Әр адамнан, мен өзі кез келген адаммен әңгіме дүкен құрсаң, мысалы менде ертең сағат 10-нан бастап жоспар тұр. 10-нан 12-ге дейін бір кісімен кездесу, 12-ден 2-ге дейін бір кісімен кездесу, ары қарай 4-тен 6-ға дейін бір кісімен кездесу деген секілді. Әр кездесуде сен сол кісімен бір ой түйесің. Так, мына кісінің мынандай ойы бар екен. Мысал үшін, кез келген мықтымын дейтін адамның өзіне сен мысал үшін мәссаған, мына кісі мықты, мынау деген супер, мынаның сабағы деген сұмдық дейсің де, сен оның сабағын көрген кезде, мысалы, қаншама тренингтерға барып жүрсіздер ғой, сіз айтасыз, мынаның мынандай бір тұсы бар екен, менің өзіме түртіп алатын екен, мынаның мынандай артықтығы бар екен, мынаның мынандай кемшілігі бар екен деп, сіз оны кәдімгідей астын сызып тұрып, жазып, сөйтіп отырасыз. Сол секілді мен де кез келген адаммен осындай тікелей эфирге шыққан кезде өзіме керекті дүниені түртіп алам. Сіздер білмеймін, дәптер бастадыңыздар ма, сіздердікі қандай екен? Мен өз басым мінекей, менде специально жұмыс дәптерім, өзіме керек дүниелерді жазып отыратын, сызып отыратын, қарап отыратын сондай бір дүнием бар. Мынаның өзі мінекей бір дәптер. Мынаның өзі бір дәптер. Мен қазір бұл мысал үшін қараңыздар, ішінен уже ескіріп кетті. Мынаның бәріне конспект толтырып тастаймын. Каждый адаммен кездесуге барсам, бір жерге шығар алдында өзіме ой түртіп, мынандай дүниелерді жаттап деген сияқты өзіме сабақ болатындай. Мен бір алыстан іздемеймін, бір лунатик құсап, алыстан іздеп, бір батыстың терминдарын іздеп жетпеймін. Білім деген өзім кез келген бір тікелей эфирден де білім алуға болады, кез келген сабаққа. Одан кейін мына жерде менің қаншама жаңағы ақшаға оққан сабақтарымды осылай тұтып қоямын, өзіме керек. Қараңыз, қатты пайдасы дейді.
мен мынаны қоя салайын, иә. Мынаған қатты пайдасы тиді маған. Өзіме сатып алған ілімім маған күні бүгінге дейін қаншама тәжірибе берді, қаншама сабақ берді, қаншама мағлұмат берді. Тура сол секілді кешегі, Эльмира жазып жатыр, шектеулі орындар қалды деп уже. Мен сіздерге кеше айттым, иә. Онлайн болғанмен сіздер ойламаңыздар, өтірік елді алдап, бұлар онлайн деп айта береді екен деп, бізде барлығы шектеулі болады. Өйткені курс біз нағыз маман даярлайтын курс ашамыз. Так, ғалым мырза бар ма екен, жоқ па екен ортамызда? Жоқ, пока запрос тастамапты ол кісі. Неке ғалым мырза запрос тастап жатыр. Білімге құйған ақша текке кетпейді, рас деп. Дұрыс айтасыз, Гүлназ. Өз бір волнадағы адамдар болады, бір потоктағы адамдар болады да. Тура сен секілді ойлайды да ол. Бүгін маған көп хат келді. Мен тіркелдім, маған керек еді осы сабақ, мен тіркелдім деген хаттар келген сайын қуанады екенсің негізі. Ол мәселе, ой, мынаның ақшасы түсіп жатыр ғой деп қуанбайсың ғой. Действительно өзіңнің оқырмандарының сауатқа қарай жүгіргені, білімге қарай жүгіргені адамды қуантады екен. Мысалы, кез келген бір блогердің өзі вообще бар ғой. Парақша мысалы үшін Инстаграммен еген ба, менің оқырмандарым өзіме ұқсас болып келеді екен негізі. Мысалы үшін сен бір блогер бола ма, боғау жазатын блогер, оның оқырмандары тура өзі секілді болады. Тура өз секілді. Алла тағала адамдар топтайды деген өтірік емес қой. Мысалы үшін біз кейде айтамыз, осы мынаның ауыз деген арақтан босамайтын болды дейміз, иә, ол шын енді. Бар ғой, мына біреудің ауызы арақтан босамайды. Көшеге шықса болды, әйтеуір тура өз сияқты бір арақ ішетін біреуді тауып алады дейміз. Мәссаған, мынау апама жезден сай болды ғой, мынау бір керемет жолықты мына екеуі. Өте бір дәл жолықты ғой дейміз да. Яғни өз топталып тұрады, өз бірін-бірі сондай іздейді. Сол секілді мына кәсіпкерлер, миллионерлермен еш уақытта богатое мышление мен бедное мышление адамдар бірге жүрмейді. Өйткені сен либо богатое мышление мен бедное мышленияның екеуінің энергетикасы, богатое мышлениядағы адамның энергетикасы мықты болса, ана адамды өзіне тартып алады. Егер ананың энергетикасы мықты болса, ана өзіне тура сол сияқты ойлайтын болып қалады. Мінекей, тура осыған аса назар аударыңыздар. Мен қазір ғалым мырзаны қосайын, иә. Так. Ғалым мырза қазір қосылады. Бүгін бұл біздің бірінші эфир. Ғалым мырзамен вообще негізі жоспарда эфирлі жазсам ба деген ойдамын. Ассалаумағалейкум, Сара ханым. Ассалам. Ғалым мырза, қалайсыз? Аллаға шүкір, жақсы, өздеріңіз? Жақсы. Бүгін уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. Қаншама қыруар шаруаларыңыз бар. Оның үстіне мына желтоқсанның айы енді сіздерде де сауданың қызып жатқан, жұмыстың қыруар бастан асып тұрған кезі ғой негізінде. Енді менің сізді артық бөгеп қойса, қайта-қайта мазаңызды алып жеп жатса, енді айып етпейсіз. Бірақ енді сізден қаншама құнды ақпараттар, сізбен бірге бір пікірлесіп көрсек. Мен өз өткенде бір есіңізде ма, ғалым мырза, сіздер осы жаққа Қарақаттың тойына келгенде мен Раукаға да айтқам, негізінде бір эфир жасаса болады екен деген секілді да. Енді өзімнің основной парақшама ол эфир ол бөлек. Мына эфирді біз Сарканай онлайн сабақ деп нақты білім қуған, нақты бір осы дүниені біліп отырған, нақты жобаны біліп отырған жандарды бөлек топтастырып атқан жайым бар қазір. Артық мазаламайтын, дұрыс ойлы, дұрыс жүйелі жандарды бөлек осы парақшаға топтастырып қойып, ана жақта енді әртүрлі саладан оқырмандар. Сондықтан өзіңізді осы парақшаға бүгін қостық. Қалай? Жұмыстарыңыз қалай? Стамбул қалай? Жұмыс жақсы. Стамбул, Астанана орай сияқты. Салқындау чуть-чуть. Енді басқа қалалармен салыстырғанда, Алайнымен салыстырғанда, жалпы жұмыс бәрі жақсы, ойдағыдай. Қазір сауда демекші, қазір Түркияда лираның бағасы түсіп кетіп, 2 есе түсіп кетіп деген сауда-саттық гүрілдеп жатыр маяқта деген. Витринада телефондар жоқ, адамдар талап алып жатыр, қанталапай болып жатыр. Ойбай, ол деген бір үлкен бураның алдындағы тыныштық деген сияқты сондай бірдеңе емес пе ол енді жаңа жылдан кейін? Білмедім. Көптеген болжамдар бар енді. Не ойлап жатқанын пока білмейміз біз. Бірақ сауда-саттық гүрілдеп жүріп жатыр қазір. Гүрілдеп жатыр дейсіз ғой. Сіздер қазір Стамбулда тұрып жатсыздар ғой сонда да? Иә, Стамбулдамыз. Раушан ханым қалай? Жақсы. Сізге сәлем айтып жатыр. Сәлемат болсын, мене де сәлем айтып қойыңыз. Жақсы. Енді мына жерге мен біраз сұрақтар қойып отырсам өзіңізге, емін еркін пікірлесіп отырсаңыз, себебі мен өзім оқырмандарыма айтқам, күнде бір жаңағы кәсіптің егесі болсын, кәсіпті енді бастап жатқан адамдар болсын,
әр тараптан осындай прямой эфирлер жасап отырамын деп. Қазір бізде Ресейден, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан үлкен кәсіпкерлер уже кезекте тұр, алла жазса. Әрқайсымен шығып деп отырмыз, өйткені оқырмандарды кеңінен танытқым келеді, оқырмандар көп дүниені көрсеткім келеді. Бір сұхбаттың өзіне қаншама сабақ алуға болады. Осы орайда енді азаматсыз, иә? Ғалым мырза, сіздің мына айналысып жатқан жұмыстарыңызбен, айналысып жатқан үлкен істеріңізбен мен қатты жақын танысып, бір сіздің қайнап жатқан қазаныңызды жақын барып көрмесем де, мен білемін, иә, сыртыңыздан білемін, ортақ достарымыз бар, сіздің жалпы қаншама дүниенің басын біріктіріп отырғаныңыз деген сияқты. Енді мына жерде көбінесе әйелдер оқиды, иә, мені. Әйел адам, азаматшалар көп оқиды. Осы іскер әйел деген дүниені қазір мен тақырып қылып алып жатырмын да, іскер әйел. Жалпы іскер әйелдерге көзқарасыңыз қалай сіздің? Ең біріншісі. Өзім осы салада жүргеніме 4 жылдай уақыт болды. Біздің кәсібіміз бүткіл халықты қамтитын. Соның ішінде менің түсінгенім, бізде Қазақстанда әйел адамдар белсенді екен. Қазақстанда. Ақорданың алдында да әйел адамдар, аналарымыз, апаларымыз белсенді түрде өзінің сөзін айтып жатыр. Кәсіпте де әйел адамдар, инфобизнесте де әйел адамдар, сауда-саттықта да әйел адамдар қазір өте белсенді болып, үлкен аудитория жинап жатыр қазір деген. Ол біздің осы Түркияда біздің апаларымыз бар, Қазақстанда да бар сіздер сияқты мысалы. Менің түсінгенім, Қазақстанда ер адамдарға қарағанда әйел адамдар активный. Бизнесте де әйел адамдар, бизнеске келетін адамдардың 70% әйел адамдар қазір. 70% әйел адамдар. Бірақ жетістікке жететіні, үлкен жетістіктерге жететіні көбісі ер адамдар. Мен ойлаймын, енді әйел адам жетістікке жетуіне кедергі болатын үйдің шаруасы, бала шағаның тәрбиесі, сол кедергі болады деп ойлаймын. Ал бірақ әйел адам егер карьера қуып, сонымен бетін бұрып соған жасайтын болса, ер адамнан қалыспайды. Жалпы көзқарасыңыз дұрыс қой, айналысқан дұрыс деп. Өйткені қазір бізді азаматтар оқып отыр негіз бізді. Оның үстіне бізде қыздар бағана күліп отыр, бір қыздармен ортақ кездесу болған. Күйеулерімізбен жарысып отырып көреміз осы эфирлерді дейді. Көптеген ер азаматтар, мен өзімде білем, жоқ, сен үйде отыр, ақшаны мен табам, сенің тәрбиең болды ғой, үйде ғой дейді. Көп бас тастаған әйелдерді көп білем де өз басым. Сол іскер әйелдерге көзқарасыңыз қандай деп сізден сұрағаным сол да, ең бірінші. Демек сіздікі дұрыс қой енді көзқарасыңыз. Айналысыз ғой. Айналысын. Енді тура осы тұрғыда мынандай бір сұрақ туындап отыр да, егер мысалы сіздің әйеліңіз қазір енді онлайн бизнестің өзіне карантин көп дүниені түсіндірді ғой бізге. Онлайн сауда-саттық қандай, офлайн деген не деген секілді, иә? Егер өзіңіздің әйеліңіз осы онлайн білім алып, онлайн жұмыс бастаса, өзіңіз қарсы болмайтын ба едіңіз? Жоқ, еш жаққа қарсы болмаймын. Мен ең бастысы ниеті дұрыс болса болды. Еш жаққа қарсы болмаймын. Енді жалпы айтады ғой, исламда әйел адам үйде отыру керек деп. Әйел адамдар үйде отырғызып қою қиын. Жалпы ер адам әйелді тұрмыс құрған кезде аманат етіп аламыз біз деген. Барлығына біз жауап береміз. Оны жеген тамағына да. Сол үшін ең бастысы ер адам жұмыс жасап ақша табу керек. Жұмыс жасап ақша таба алмасақ та орманға барып аң аулап семьямызды асырауымыз керек. Иә. Ал әйел адамда ол ақша тауып, ол отбасымен бөліссе де болады, отбасымен бөліспесе де болады. Оған ешқандай шағым болмайды ол кезде. Тапқан табысын мен бермеймін десе де болады. Біз оны сұрамаймыз. Сол үшін күнімізді әйел адам қаратпасын, әйтеуір өзіміз ақша табудан жалықпайық. Қазақстанда мен түсінгенім ақша табылады. Ер адам еңбек етсе, оның баласының ризығы да келеді, әйелінің де ризығы келеді. Тек ең бастысы көшеге шығып еңбек ету керек. Қазақша бір мақал бар ғой, күшті. Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, еркектің ырысы артық деген. Сол керемет айтылған сөз да. Сол үшін мен қарсы емеспін. Жасасын, ең бастысы ниеті дұрыс болса, неге жасамасқа. Ал әйел адам бір үйде отырып тым жұмыс жасамайтын болса, ол деградацияға ұшырайды. Ол не істейді ол кезде? Ол өсек айтады, біреуді критиковать етеді, телевизорға, біреудің өмірін қарайды. Ал кәсібін дөңгелетіп жүрген адам ешкіммен шаруасы жоқ. Ол мемлекетті де жамандамайды, ешкім жамандамайды, себебі оның уақыты жоқ ондайға. Өте жақсы, мынау көптеген ер азаматтарға бір кәдімгі түртіп аларлықтай бір жақсы дүние айтылып тұр да. Енді бірақ сондай еркектер бірақ өкінішке орай бар ортамызда. Өте көп. Мен өзімнің
да қанша да. Сол не үшін деп ойлайсыз? Не бірдеңеден қорқа ма? Әлде ол жерде бір қызғаныш деген дүние, енді ол әлбетте исламда бар ғой, әйеліңді қызғану керек деген, бірақ енді ол шеттен шығушылық па? Неге, сіздің пікіріңіз неге қолдамайды деп ойлайсыз? Сенбеушілік па әлде қой мына әйелім деген менен озып кетеді дейтін бір, қазір көп қой неше түрлі. Мысалы үшін өткенде бір қонақта отырмыз. Әйелім дейді, біресе анаған барады, ананың тренингіне барады, біресе мына өзім ең ақырында қорқайын дедім дейді. Мысалы, енді ол кісінің өзінің шындығы бар, әйелінің өзінің шындығы бар. Сіздің пікіріңіз қалай енді? Не үшін қолдамайды? Қызғану керек енді. Қызғанбаса болмайды, бірақ шілей енді чересчур керек емес. Кететін әйел ол сыртқа барып келіп те кетіп қалады бір жерге барып. Оны ұстай алмайды әйел адам деген. Ал ер адамдар енді шынымды айтайын, Қазақстанда көптеген ер адамдар бар, тепсе темір үзетін, бірақ өзінің полностью потенциалын пайдаланбай таксовать етіп жүреді просто. Мына өмірде ең жаманы, менің түсінгенім, адам өзінің потенциалын шығармай өліп кеткен жаман да. На что мы способны, соны көруіміз керек та біз деген. Миды қозғалтып, білім алып, еңбек ету керек. Кейбір адамдар оны жасамайды, жай әшейін тек ауырдың үстімен, жеңілдің астымен деген сияқты. Қандай ақыл кеңес? Еңбек ету керек. Еңбек етсең, қара жерде жемісін береді, далада қалдырмайды. Мен өмірлік ұстанымым қазіргі таңда осы. Еңбек етсең, қара жерде жемісін береді, далада қалдырмайды. Мына өмірде барлығы да мүмкін. Егер ер адам ойлайтын болса, мен әйелім кетіп қалады, қызғанатын болса, ер адам егер жақсы болса, ол ақша тауып отырса, егер ол барлығына көмектесіп үлгі болатын болса, әйел адам ешқашан кетпейді одан деген. Әйел адамға не керек? Әйел адамға табыс керек, опора керек. Басқа ештеңе керек емес әйел адамға. Менің түсінігім бойынша. Қанағаттанып отырса әйел адам барлық күйеуімен, оған басқа ештеңе керек емес. Ал енді бас жұмыс жасамайтын әйел болса, оны қанша байлап қойсаң да кетеді ол деген. Иә. Санасына байланысты. Алла тағала әр адамның санасына берсін дейсіз ғой, Ғалым мырза, иә? Ең бастысы ер адам дұрыс болу керек та. Ер адам еңбекқор болу керек. Аха, Ғалым мырза, енді мына сізбен шыққаннан кейін, мысалы үшін мына кісі, адамдар сұрап жатыр, иә, мына кісі кім екен деп, өзіңіздің жалпы сауда саттығыңызбен, өзіңіздің еңбек жолыңызбен таныстырып отырасыз ба? Бізге де қандай да бір ой туындайды, идея туындайды деген. Өйткені бұл емін-еркін эфир, бір қатқаған, мен сұрақ қоямын, сіз жауап беремін дейтін дүние емес. Сіздің де кәсібіңізден хабардар болып отырайық деген секілді. Алдағы күнде менде Құдай қаласа үлкен курстар бар. Өзіңіз секілді бір үлкен кәсіпкерлердің бәлкім жүйесін, жобасын қосармыз ба дегенде мен командам полный көріп отыр мына жерде өзіңізді. Сол жайында айтып өтсеңіз, саудаңыз туралы, иә, онда тұрған түкте жоқ, еркін эфир болғаннан кейін. Мен өзім Ақтөбе өңірінің тумасымын. Кезінде 16 жыл бойы темір жол саласында жұмыс жасадым. Слесарь болып бастадым. Ең басында тепловоздың астына кіріп, тепловоздың ходовойын жөндеп, май болып, жас кезімізде қолымыздан майдың иісі кетпейтін еді, мазут, солярканың иісі. Қыздарға баратын кезде өзіміздің носкиімізді өзіміз жуатын едік, тырнақтың астына кір кетсін деп. Сонда да кетпейді. Сөйтіп темір жолда жүрдік. Одан жайлап көтерілдік, машинист көмекшісі болдық, одан кейін тепловоз машинисі болдық, одан кейін пойыз жүргіздік, жолаушылар тасымалы, жүк тасымалы, тальго пойыздарын жүргіздік бір уақыттары. Бірақ бір уақыттары контордың жұмысы, кеңсенің жұмысына ауыстым да, Атырау қаласында айлығым 125 мың теңге болды. Ол айлық ешқайда жетпейді. Былай қараймын, достарым шетелге шығады, Египет, Дубай барып кетті. Былай қараймын, достарым жақсы көлік мінеді, жағдайы бар. Менің жағдайым жоқ, неге екенін білмеймін. Сол үшін мен қосымша табыс іздедім. Мен қолымнан көп зат келеді. Мебель құрастыра аламын, сурет сала аламын, текст жаза аламын, жаса деген затты жасай аламын. Сосын қосымша табыс іздеймін деп, OLX-ке объявление берген болатынмын, еще дополнительный доход деп. Содан бір жігіттер хабарласты, үлкен жоба ұсынды. Мен отказ берген жоқпын. Әйеліммен ақылдастым. Ертеңіне барып кредит алып, осы бір компанияның бір акциясын сатып алған болатын, Гоусуда деген. Содан 4 жыл бойы жұмыс жасап келе жатырмын. Қолымнан келетінін түсіндім. Бір қараймын, зарплатымның табысын шығарып отырмын, сосын шешім қабылдау керек болды маған. Опа. Либо темір жол, либо бизнес деген сияқты. Темір жолға мен всегда үлгеремін кіруге. Ол маған патолог емес. Баяғыда маған бір досым айтқан болатын, адам бір өмірінде бір салада қатып қалып жұмыс жасамау керек деп. Ол кезде ода профессиональный болезнь пайда болады деп. 4-5 саланы ауыстыру керек деп. Сөйтіп бизнеске кеттім мен деген. Простой теміржолшы, ауылдан шыққан простой адамбыз. Енді қазір осы компанияның
Түркия мемлекетінде генеральный директор болып отырмын. Сол менің өзімнің девизім: еңбек етсең қара жерде жемісін береді. Еңбек ету керек деген. Ниетіңіз дұрыс болып, сол кезде барлығы бар. Ал бұл сауда деп отқанымыз, айта беріңіз. Мысалға Қытайда AliExpress бар, Америкада Amazon деген жоба бар. Ал Тұран мемлекетін біріктіретін, бүткіл ТМД мемлекетін біріктіретін ортақ бір сауда алаңы жоқ. Бізде Қазақстанда жұмыс жасап тұрған көптеген IT жобалардың 90% олар шетелдік өнімдер. InDriver, Instagram, басқа сауда орталықтары, мобильный приложениелердің барлығы 90% шетелдік өнімдер. 2015 жылы елбасы өзінің жолдамасында цифрлы Қазақстанда нақты көрсетіп айтқан болатын: Қазақстан егер дамыған 30 елдің қатарына қосыламыз десе, өз елімізде өзіміздің шығару керек деп. Сол елбасының сөзі бізге мотивация болып, осы GoSauda деген үлкен сауда алаңын шығардық. Бұның ішінде OLX, Колеса, Крыша, Маркет, Яндекс, Тугис, Instagram, YouTube, WhatsApp, тендердің функциясы барлығы бар. Керемет жоба бұл деген. Бұның функционалы, бұның возможности Amazon'dan да, AliExpress'тен де жоғары. Енден бастап кеткен жоба. Бұл тарихта болмаған зат. Бұл ең алғашқы IT жоба, ең алғашқы отандық IT жоба шетелдік нарыққа өзінің жобасымен шығып жатқан. Обычно бәрі бізге кіреді. Мысалы, Қазақстан болса, Қазақстанға көптеген компаниялар кетті жаңа, мобильный приложение, Яндекс, InDriver деген. Бізге кіріп, ақшаны качать етеді, ақша шетелге кетіп жатыр. Ал біз керісінше жасағымыз келеді. Қазақстанда компанияны ашып, сол компания Қазақстанда жұмыс жасап, өз ақшамыз өзімізде қалып, ол компания шетелдік нарықта жұмыс жасап, ақшаны шетелден тауып, өз елімізге құйылатын. Сөйтіп қазір Қазақстанда біз жұмыс жасап тұрып, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия мемлекетінің нарығына шықтық, Әзербайжанға барып қазық қағып кеттік. Біз бұрынғы ата-бабаларымыз қап, бірінші өзіміздің жеріміз жаулап, көршілес мемлекеттерге шықтық. Сөйтіп, болашақта бізде жоспар Индияға шығу, Африка, Аргентина, Бразилия, Европа мемлекеттерін осы бір сауда алаңына біріктіру. Болашақта сіз кәсіпкерсіз, керемет өнімдеріңіз бар, сіздің тауарларыңызды көршілес мемлекеттерге көре алады. Монғолия, басқа мемлекеттер. Сіз де сол елдің заттарын көре аласыздар. Тамаша. Мен тура мінекей осыны бағана ойлап отырдым да, сізбен тікелей эфирге шығара алдым да, көп ойландым да. Мына сіз қазір сызып, былай өзіңіз өткенде бір GoSaudaға специально адамдар жинап едіңіз ғой Астанада. Мен бара алмай қалдым, өкінішке орай ше. Сосын өзім қатты барғым келген негізі, бірақ бір белгілі себептермен жоспар болды ма, бара алмай қалды да. Қазір әлі де күшті болып жатыр дейді да мына жерде. Әлі де түсінбей жатқан адамдар бар. Мысалы үшін мен қазір Сараның сандығынан деген менің өзім жеке брендім, иә. Мен ол туралы менің қазір өте үлкен жоспардамын. Мен оны бір 5-6 кәжеге тік қойып, қазақтарға өткізгенде мәз болып отырғым келмейді. Мен мысалы үшін шетел қазақтарына шығарғым келеді, шетелге шығарғым келеді деген сияқты менің де арманым асқаралы, иә, ол жерде. Енді алла жазса, мына менің курсым, қазір бізде мини курс, алда үлкен курс болады. Мен міндетті түрде өзінің жеке брендін қалыптастыратын үлкен кәсіпкерлер шығарамыз деп отырмыз бүгінгі таңда. Енді тікелей сіздер сияқты жаңа GoSauda деген өте мықты өнім. Сонда бұл жерде мен түсінгенім, бұл как AliExpress сияқты жоба ғой да, бұл. Соны бір жазылып, сызып түсіндіре аласыз, мысалы үшін кейін сізбен байланыстырып жаңағы кәсіпкерлерімізді, чтобы олардың да ауқымы, масштабы кеңейетіндей бір жағдай жасай аламыз ба? Әрине. Астанаға бару керек болса да барамыз. Прямой рейстер бар. Мысалға, есіңізде ме, бұрын Қытайдан біздің Қазақстаннан адамдар барып зат алып келіп жүрді. Иә, соны. Челночниктер дейді да оларды. Барып зат алып келіп жүрді. Қалай Қытайда Alibaba шықты, AliExpress шықты, оның бәрі тоқтады. Тоқтады, иә. Себебі AliExpress-пен жұмыс жасап бастады. Электронды коммерция дамып жатыр. Қазіргі таңда Түркиядан қаншама қазақтар зат әкеліп жатыр, келіп, немесе басқа бір адамдар арқылы. Болашақта ол да тоқтайды. Барлығы GoSauda арқылы болады. Түркияның брендтерін Қазақстан көре алады. Вайкики, Катон, Дефакт, Рамсей деген, Эрдоганның өзі киінеді Рамсейден. Және Қазақстанның брендтерін Түркияға шығара аламыз. Сіздің брендтерді. Бұл айтқан кезде Түркия мен Қазақстанның экономикасын дамытып, екі елдің кәсіпкерлерін тікелей байланыстырамыз. Жақсы екен негізінде. Себебі GoSaudaның ішінде бізде кәсіпкерлерге арналған интернет-магазин бар, дайын интернет-магазин. Бұл GoSauda бұл үлкен базар. Қазақстан ішінде үлкен базар. Ішінде миллиондаған бутик бар. Соның бір бутигі сіздікі. Өзіңіздің интернет-магазинге өзіңіздің логотипіңізді қоя аласыз. Компания немен айналысады,
бүткіл ассортимент тауарларыңызды, инстаграмыңызды соның ішіне тіркеп қоя аласыз, инстаграмыңызбен бірге алып жүресіз. Тауардың видео обзор керек болса, киімдеріңізді бір модель қызға киіндіріп, видео обзор жасап, соны YouTube канал жасап, YouTube-қа видеосын қойып көре аласыз. WhatsApp кнопкаңызды, Яндекспен сіздің қай жерде тұрған локациясын көре алады. Одан кейін купить деген кнопка болады. Мен мысалға сіздің интернет-магазин кіріп, бір затты купить деген кнопкамен сатып алған кезде, ақша прямой сіздің счетыңызға түседі, компанияның счетына. Екі ортада логистиканы ұйымдастырамыз. Өзіңіздің интернет-магазинінің сілтемесі болады, QR-коды болады. Например, сол сілтемені сіз визиткіңізге, Инстаграмға, WhatsApp-қа жібересіз. Сол сілтемемен кірген кезде адам, олар сразу сіздің интернет-магазин кіріп кетеді. Олар ойлайды, саған Сара ханым өзіне интернет-магазин жасап алыпты деп. На самом деле, ол голосодан ішіне кетті. Бұл голосода деген, бұл просто мобильный приложение деп ойлайды адамдар деген. На самом деле, бұл целая экосистема Қазақстанда деген. Біз адамдардың сауда-саттыққа деген көзқарасын өзгерткіміз келеді. Сауда-саттық мүлдем басқаша болады. Білдіңіз бе? Қазіргі таңда бізде жұмыс жасап тұр, интернет-магазин тегін, 100 жарнама салуыңыз болады. Кез келген адам мобильный приложениесін скачать етіп, 100 объявлениесін тегін бере алады қазір деген. 100 объявление тегін ешкім бермейді. Және біздің основной фишкамыз, мен қазір айтып өтейін. Қазақстанда мысалға жұмыс жасап тұрған OLX, Колеса, Крыша, Маркет, атын атамай ақ қойын дедім, аталып кетті. Оларда тек режим продавца бар. То есть адам өзінің затын тек сатамын деп қана қоя алады. Мен көрсетейінші. Көрсете беріңіз, асықпай, осының бәрін кішкене сіңіріп алайық, оқырмандарым да көрсін. Мысалға, міне мобильный приложениесі бар, оны Play Market-тен, App Store-дан тегін жүктеп алуға. Көрініп тұр ма нормально? Көрініп тұр. Так, бұл голосодан ішінде Stories деген дүние бар. Stories қазіргі таңда Instagram'да, Facebook'те, VK-да бар. Бұл ең алғашқы торговый площадка, где Stories бар. Stories'ке адамдар өзінің жарнамасын салады, өзінің профилін салады, ертең таргет рекламы жібере алатының ішінде. Бұл да тегін қазір. Қадірім сіз алдында. Да. Тағы да бір категориялар, енді бүткіл категориялар. Мода и стиль, детский мир, транспорт, электроника, для дома и офиса, дейді, красота и здоровье, дейді, оның ішінде подкатегория бар. Маникюр, педикюр, макияж, в общем, барлығы бар. Соғымға дейін бар бұның ішінде. Тек арақ пен темекі жоқ. Ертең той, свадьба деген категория қосамыз, сол кезде тойға мысалға тамада, тойхана, қыздың жүгі керек болса, құдалыққа баратын адамдар керек болса да, осының ішінде дайын тұр шапанын киіп кәдімгідей. Мына сонда адамдар қазір мына Go сауданы көшіріп алып, ішінен өзіне осылай заказ беріп отырса болады ғой да, сонда мына Қазақстан. Сіз бір Сараның қосып қойыңыз дедіңіз, мен бір қызды жібердім, бір қостық, мен соны құнттамадым, Ғалым мырза. Жалпы тіркелдіңіздер негізі, бірақ ішіне әлі объявление салынбай жатыр. Жалпы тіркелдіңіздер. Бұған бір адамды мен онда тауып қояйын да, бұл специально Go саудамен айналысып отыратын біреу керек шығар бұған да. Күн сайын. Әрине. Мынау деген керемет дүние екен мына білгенге. Одан кейін мына жаңа бір кісілер жазып жатыр да, акциясын сатып алып дейді. Бұны қалай сонда акциясын сатып алу дейді? Қазір айтамын. Мына оқырмандар қазір ішек қарын ақтарып түсіндірейін тағы да. Тағы да бір артықшылығы, мысалы, Қазақстанда жалпы AliExpress, Amazonдарда оларда тек режим продавца бар. То есть сатамын дейтін адамдарға ғана арналған. Қазіргі таңда покупательдерге ешқандай акцент қойылмаған. Ал бізде екі бағытта жұмыс жасайды. Продавец, покупатель деген. Мысалға, сіз қазір Қазақстан нарығында сіз пәтер сатып алғыңыз келсе не істейсіз? Инстаграмнан іздейсіз, OLX-тен, Крышадан іздейсіз, біреуге звондайсыз, телефон көтермейді, біреу квартирасын сатып жүрген. То есть адам өзінің уақытын терейді, ақшасын да терейді. Ал голосодан ішінде заказ беретін функция бар. Тендер есебінде. Қазақстанда тендерге тек компаниялар қатысылатын болса, голосодан ішінде тендерге простой адам да қатысылады. Например, заказ беретін функция бар. Маған Астана қаласынан, там водно-зеленый бульвардан 3 бөлмелі пәтер керек, 140 квадрат метр. Менің условиям рассрочка, ипотека или наличка дейді да. Окей деген кнопканы басады, заказ беріп. Сол кезде сіздің заказыңыз кім квартира сатады, соларға смс болып барады.
Опа. Мысалға менің не заказым тұр. Мен өзім Ақтөбеден болғасын, мен куплю двухкомнатный квартиру в микрорайоне Батыс деп қойдым. Мен Гоусудаға тапсырыс бердім, айттым, Гоусуда маған квартира керек дедім. Гоусуда тұрды да, хорошо, Ғалымбек, без проблем деді да, маған не квартира сататындар тауып берді. Не квартира сатылады, продам квартира. Күшті нәрсе мынау. Иә. Немесе мен айттым, Гоусуда менде бір машина береді, сол машинамды сатып берші дедім. Обмен на кроссовер или продам дедім. Хорошо деді, мен саған покупатель тауып берейін, вот тебе покупатель. Куплю авто, куплю ВАЗ, куплю. Көрдіңіз ба? Например, мне тағы да бір функция бар, міне. Так, носки оригинал оптом дейді. Керемет носкилер бар екен. Носкенің сипаттамасын жазады. Енді осы адам бизнесін параллельно Инстаграмда да жүргізеді. Мына жерге Инстаграм аккаунтын белгілеп қояды, осыған басқан кезде тікелей Инстаграмда көшіп кетеді. О, мынау жақсы екен, аха. Товарный видео обзор керек болса, видео әдемі қылып видео түсіреді, YouTube канал ашады, каналын тіркеп қояды, тікелей YouTube каналға да көшіп кетеді. Сол адамның WhatsApp-ына жазу керек болса, WhatsApp кнопка бар. Ал кейбір приложениеде оның номерін сохранить ету керек, WhatsApp-қа шығып отдельно іздеу керек, это тоже уақыт. А мында прямой кнопкасына басып салады, тікелей WhatsApp-ына көшіп кетеді. Сәлем деп жазу болады. Сосын мына Яндекс компаниясын біз картасын арендовать етіп отырмыз, жылына почти бір 5 миллион теңге төлеп, осының картасымен көрсетіп отырады, қай жерде орналасқан. Ертең сіз осы карта арқылы өзіңіздің айналаңыздағы магазиндерді көре аласыз. Кәсіпкерлерге арналған интернет-магазин бар, не поиск по компанияны қараса, барлығы бар. Бүткіл кәсіпкерлерді көрсетеді. Ғалым мырза, менің курсымнан жеке бір болса, оны қалай сізбен не қыла аламыз біз? Чтоб Гоу саудамен жұмыс жасайтындай, бәлкім біреу акционерін алам дей ма Гоу сауданың? Бәлкім менің курсымнан үлкен кәсіпкерлер шығып, мынау сіздің мына Гоу сауданың акциясын алатындай мүмкіндік бола ма? Жалпы бағасын айта аласыз ба бұл жерде? Әлде ол бір кішкене құпиялық сұрақ? Жоқ, міне айтайын мен. Қазір бізде Гоу сауда толыққанды жасап тұр. Интернет-магазин осы жылдың аяғына дейін обновление болады, новый функциялар қосылады. Алдымыздағы жылдан бастап толыққанды Қазақстанда жарнама жүреді. Аэропорт, вокзал, автовокзал, метро, LED-экран, телевидение, әлеуметтік желілерде. Соған компания қазір 7% үлесін сатылымға шығарды, долясын. Долялар 3 пакет түрінде сатылады. Старт, медиум, премиум деген. Мысалға, старт пакеттің бағасы 0,004%, 341.250 теңге тұрады. Компанияның чистый прибыльнен адам 0,004% алып отырады. Плюс қосымша 10 лицензия. 10 лицензия деген ол 10 интернет-магазин. Осы пакет сатып алсаңыз, бір интернет-магазин сіздікі болады, оны тегін пайдаланасыз. Қалған 9 магазинді 9 кәсіпкерге арендаға тегін бересіз. Өте күшті. Каждый кәсіпкер ертең интернет-магазин платный жұмыс жасап бастаған кезде, соның арендасынан плюс еще 40% алып отырасыз. Бұл сізге қосымша табыс болып кетеді, но основной доходыңыз. Міне, мен қандай эфир жасап жатырмыз біз сіздерге. Медиум пакет 585 мың теңге тұрады, 0,008%, 15 интернет-магазин. Премиум пакет 1,23,750 теңге тұрады, 0,016%, 30 интернет-магазин. Осы 3 пакеттің біреуін сатып алғаннан кейін заңды түрде келісім шартқа отырамыз. Компанияның таза табысынан сіз осы пайыздық үлесті пассивный доход ретінде алып отырасыз. Бір рет сатып алады, дымда істемейді, өмір бойы табыс алып отырады. Және өзінен кейін бала шағасына мұра ретінде қалдырады. Нағыз қазаққа керек бизнес, дымда істемей ақша табатын. Неге бізге ертерек айтпай жүрсіз деп тап берсең, өте жақсы қой. Енді қараңыз, Қазақстанда бізде қазір 20 миллион халық бар дейік. 20 миллион халықтың ішінде бір 2,5-3 миллионы кәсіпкерлер, шағын орта бизнес бар, теневой рынок деген бар. Алдымызда жылдан бастап жарнама жұмыстарын бастадық. 2024 жылы дейік, например, 2 жыл өтті, 2024 жылы Гоу сауданың ішінде 2,5 миллион кәсіпкердің ішінде 200 мың кәсіпкер интернет-магазин пайдаланып отыр. Әрқайсысы жоқ, болашақтағы жоспар, бизнес жоспар бұл. Қазір тегін жасап тұрмыз деген аудитория жинау мақсатында. 2 жылдан кейін 200 мың кәсіпкер айына 9 мың теңге төлеп отыр дейік интернет-магазинге. Зато оның товарын бүткіл Қазақстан көріп отыр, клиенттер көріп отыр. 200 мың кәсіпкер айына 9 мың теңге төлегенде компания бір айда 1 миллиард 800 миллион теңге табыс табады. Егер осы біз чистый прибыль деп санайтын болсақ, 0,004% сатып алған адамға жылына 864 мың теңге алып келеді, 0,08% жылына 1,728,000 теңге, ал 0,016% бір жылда 3,5 миллион теңге табыс алып келеді.
бұл біз 200 мың кәсіпкерден санап отырмыз. Ал уақыт өте келе, осы одан ішінде 500 мың кәсіпкер болса, 1 миллион кәсіпкер болса, табыс әрине сонша есе өседі. Және осыда қай мемлекетте жұмыс жасайды? Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Түркия, сол жақтың тауар айналымынан да пассивный доход алып отырады біздің инвесторлар. Неге? Себебі қазіргі таңда компания дамуына, өздері дамуына үлес қосады. Отандық өнімнің дамуына үлес қосқан үшін біз ол адамдарға өмір бойы рахметімізді айтып отырамыз. Жалпы осындай жұмыс. Жақсы екен мына сіздікі. Мен негізінде былай аса былай бүйтіп вникать етпеппін, бірақ енді білемін енді дұрыс дүние, дұрыс кәсіп екен. Бірақ сіздің жұбайыңыз Раушан айтты маған. Негізгі Сарканай, сен осыны түсініп аш деп маған. Сенің жүргізуің екенің бәрі кеп тұр дегенде айтты да маған. Сонымен біз өзіміздің жұмыс деген былай қойын, сенен оқысып. Негізгі өте дұрыс екен. Мен өзі Алла тағала негізі білдіреді дейді ғой, Ғалым мырза. Мен осы сізбен сұхбат болсын деп команданың қыздарына мен айтқан едім. Мен телефон беремін де, мына кісінің парақшасын көріңдер, осы кісімен шығуға болады деп. Өйткені бос сөз қазір енді рас қой енді. Қазір бос сөз отырып ойбай сен байисың, сен баюың керек, қазақтың баласы баю керек деп әйтеуір әңгіменің әлқисасы болсын деп әйтеуір екінің бірі айта беретін болды ғой. Бірақ нақты осындай бір маман иелерімен прямой эфир жасағым келді де мен. Себебі ол кісімен менің эфирімнен пайда болу керек. Ол қандай пайда? Ертең осы жерде бізді қазір қанша адам көріп отыр? Менің командам да көріп отыр, осы жерде қаншама қыздар көріп отыр. Менің өзіме де өте бір қызықты болып кетті сіздің жобаңыз. Ертең күні қанша мысалы үшін кәсіпкерлерде шығамыз деп отырмыз. Енді сондай ғой біздің мақсатымыз, миллионерлер клубын шығарам деп отырмын Алла разы. Оның барлығы неге мына Го сауданың? Неге сіз қараңыз, өзімізде деп шырылдап отырсыз, біз енді ана Алиэкспресстен мен алып тұрам. Ойбай деп, менің не то, что мен үйдегі 10 жасар балам наушник бірдеңе Алиэкспресс, осыны дамытуымыз керек екен. Мына Го саудаға вообще акция сатып алдым дегенде қарап қалып едім, алуға болады екен негізі. Адамдар алып жатыр ма? Сонда бұл шектеусіз ба, Ғалым мырза, жоқ әлде бұл белгілі бір межеде тоқтап қалатын дүние ба? Жаңа пакет 7%-ын шығардық біз. 7%-ның 6%-дай қалды. Сол біткеннен кейін болды, тоқтайды. Онда ал десейші сонда, Әрине, алып қалу керек қой. Қазір адамдар деген керек емес затқа жұмсап жатқан жоқ па ақшасын. Айфон алады. Әрине. Телевизор алып жатыр үйіне. Мінекей. Егер нан әкелетін затқа жұмсау керек қой ақшаны деген. Пассивный доход керек. Болашақта көптеген жұмыс орындары болмауы мүмкін. Көптеген адамдар жұмыссыз қалуы мүмкін. Қазірдің өзінде қаншама жастарымыз дипломы бар, бірақ жұмыс жоқ. Олардың саны болашақта артуы мүмкін. Сол үшін болашақта әр адам емін-еркін өмір сүру үшін 4 жерден ең болмаса табыс отыру керек. Пассивті табыс. Ал пассивный доход қайдан келеді? Сіздің бизнесіңіз болу керек, немесе осындай бір компанияның үлесі, доля, облигация деген сияқты болу керек. Біз көп мемлекеттерден, Европадан, Америкадан артта келе жатырмыз. Көп адамдар түсінбейді, бірақ жайлап келе жатырмыз. Мысалы, кезінде Қазмұнайгаз компаниясы құлдырау уақытында өзіне жұмысшыларына жалақы бере алмады. Акциялай берді. Бірақ көп адамдар оны түсінбеді де, маған акциям деген керек емес, маған продуктылай бер, либо ақшалай бер деп, бірақ алып қалған адамдар не істеп отыр? Қазір чисто пассивный доходпен өмір сүріп жатыр. InDriver компаниясы тоже самое. Мысалы, InDriver приложение бар ғой, соны 2013 жылы Якутияның жігіті основать етті, Арсен Томский деген. Сол бізде де жұмыс жасап береді. 2013 жылы тоже бизнесін жасау үшін үлкен инвестиция керек болды. Өйстіп долясын сатты. Бір жігіт Атырауда, Асылбек деген жігіт автомойкада жұмыс жасап жүріп, сатып алды 600 мың теңгеге. Әкесінің атына несие алды. Қазір InDriverге кіріп қарасаңыз, 100 миллион адам пайдаланады. InDriverмен. Жалғыз такси. 100 миллионның жоқ дегенде бір 10%, 10 миллионы водитель алып қарайды, таксистер. Осымен постоянно таксовать етіп, семьясын асырап, нәпақасын тауып, кредитін төлеп, бала шағасын оқытып жүргендер бар. Бір водитель күніне бір 10 мың теңге табыс тапты дейік. 10 мың теңгенің 1000 теңгесін InDriverге төлейді дейік. Сол кезде 10 миллион водитель күніне 1000 теңге InDriverге төлегенде, InDriver бір күнде 10 миллиард теңге ақша табады. Какой-то обычный мобильный приложение, біз оны иіскеп иісін иіске алмаймыз, дәмін көре алмаймыз, бір күнде 10 миллиард теңге ақша табады. Бір айда 24 миллион теңге табады. Бір жылда 300 миллиард теңге сондай табады. Ал сол жігіт кезінде, Асылбек деген жігіт, қазір Англияда тұрады,
айына 15-20 миллион теңге пассивный доход алып отырады. Ол X тоже самый Қазақстанға сланды KZ болып кірген кезде алып қалған адамдар бар. Қызылордадан бір қыз бар, соның акционері айына қазір 5 миллион теңге табыс алып отырады. Мынандай тырнағы бар, астында джиби бар, жұмыс жасамайды, салондарда жүреді мысалы. Вот, пожалуйста. T-Mobile қазір Билайн болып жұмыс жасап, тоже сатты акцияларын, доляларын. Сол сияқты ғой бұл компанияда. Болашақ зор дейсіз ғой, әлі болашақта бұған кәдімгідей қазіргі тыңдап отырған адамдар, қосып қалған адамдар қызығын көреді деп отырсыз ғой сонда, да? Енді Ғалым мырза, жалпы біздің мына Қазақстанда, мына мен оқырмандарым сұрап отыр жаңа бір кісі. Алматы болсын, Астана болсын, бұның өкілі бар ма? Жалпы мысалы үшін жақынырақ сөйлесіп, танысып дегендей. Біздің бас кеңсеміз Қарағанды қаласында, штаб-квартира Қазақстанда, Қарағандыда. Қарағандыда ма? Бізге Астанаға. Өте жақсы екен. Жалпы мен қазір біздің команданың адамдары да көріп отыр. Сіздің бұл кәсібіңізді мына біздің үлкен бір курстың бір шетіне қойып қоюға болады екен негізінде. Өйткені көп қазақтың балалар білмейді. Шын айту. Жаңа ең төменгі пакетіңіз 300 бірдеңе 300 мыңның айналасы ұстап та тастайды былайынша айтқан кезде. Сондық оны жоқ қылады мысалы. Былайынша айтқан кезде. Одан да өзінің бір пассивный доходына өзіме вложение деп салып қойса, мне кажется, мынаны үйреніп алса, вот біздің жігіттерге, вот мен уже көз алдыма қазір елестеп отыр. Мынаған айтсам болады екен, мынау біздің клуб миллионерліктің саны артатын сияқты. Рахмет сізге, өте жақсы ақпарат беріп жатсыз. Сол ғой, пока адамдарға пока көрсетпейінше, адамдар оны білмейді да. Мысалы, кезінде Стив Джобс, мен әлемді өзгертем, бір кнопкасы бар телефон шығарам деді. Сосын қасындағы адамдар айтты, ой, не істейсің, Nokia бар ғой, кім алады оны дейді да. Сосын Стив Джобс айтады, адамдарға пока көрсетпейінше, олар ештеңені алмайды дейді. Сол сияқты адамдарға көрсету керек, пайдасын көрсету керек, выгодасын көрсету керек. Мысалы, менің Ақтөбеде мен таныс кәсіпкерлер достарым бар. Сауда орталықтарында бутикке бір 40 шаршы метрге айына бір 500 мың, 600 мың теңге аренда төлейді. Көп бутиктер сатылып жатыр қазір. Неге? Себебі оның товарын кім көреді? Бутикке кірген адам ғана көреді. Сол үшін ай біткен кезде саудасы жоқ, пайдасын көре алмайды, товар оборотын көре алмайды, арендасын көре алмайды, сатып жатыр. Сол үшін олар распродаж жасайды, скидка жасайды, екеуін алсаңыз біреуі тегін деген сияқты. Неге? Себебі электронный коммерция өте жақсы дамып жатыр Қазақстанда. Өте жақсы. eBay, Lamoda, Joom, AliExpress, GoSoda деген сияқты. Сол үшін болашақта кәсіпкерлерге, бизнесмендерге магазин, бутик арендовать етіп қажет болмайды. Оларға керегі GoSoda керек болады, және затын склад керек болады. Енді қызып атқан, қарқын алып атқан кезеңі дейсіз ғой. Тем более пандемия барлығымызға шекемізге нұқып тұрып конкретно көрсетеді, что бизнесті онлайнға көшу керек екен. Мысалы, бізде екі жерде тұр да Астанада, Саран сандығынан. Бізде мысалы үшін менде енді реклама бар, Аллаға шүкір, парақша бар, өзімнің атым бар, енді әйтеуір өзіміздің клиенттерді журналист еттік. Бірақ біздің қасымыздағы бутиктардан жаңағы көп әңгімесін естиміз де. Мына карантин дейді, көп дүниені ұқтырды дейді. Бутиктің бағасын, арендасын түсірмейді дейді. Рас. Енді сөздің шын айтқан кезде қазір дейді, менің өзімнен сұрайды, кейде ары беріп алғанда, сіз Саран сандығын бүйтіп түсірген кезде біздікінде іле салыңызшы дейді. Неге десем, әлі білмейміз дейді. Инстаграм не дегенді білмейміз, қалай не қылу керек екен. Әбден дәстүрлі саудаға үйреніп қалған ғой, клиенттерді күтіп отырады да. Бірақ бұрынғыдан кәдімгідей 30 есе түскен дейді. Енді ол қараңыз, 30 есе деген ол үлкен дүние ғой, қазір 30 есе түсті. Елдің барлығы уже онлайн саудаға үйренді. Уже онлайн сауда деген үйіңде отырып заказ бере саласың, келеді, киесің, все пошло, уже сол құндылықты үйренді да халық. Сондықтан онлайн сауданың өте қарқын алып тұрған кезеңі өте дұрыс айтасыз, Ғалым мырза. Жалпы әйелдерге, ер азаматтарға, онлайн бизнеске, жалпы онлайн кәсіпке, онлайн білімге салған ақшасы еш кетпейді дейсіз ғой, сөзімізді қорытындыласақ. Әрине, онлайн интернет енді заман артта кетпейді. Сауда саттық ол тоқтайды, қашан адам тоқтаған кезде. Сол үшін тәуекел ету керек та адам деген. Тәуекел етпесе өмір қызық емес. Где нет риска, там нет удовольствия деген сияқты. Ал жас кәсіпкерлерге, оның ішінде аналарға, қарындастарға, апаларыма айтарым, кәсіпте жүрген еш тоқтамаңыз, ешкімнің әңгімесін тыңдамаңыз. Қазіргі таңда Қазақстанда кәсіп жасауға жақсы қолайлы атмосфера жасап қойды.
Атамекен палатасын алатын болсақ, соның өзі мысалға Қазақстанда қаржылай көмек беретін бар, қаржысыз көмек беретін де бар. Қаржылай мысалға несие береді аз мөлшерде, немесе грант береді. Грант деген ол тегін ақша деген сөз. Немесе қаржысыз көмек ол сервис жөнінде. Бухгалтерия бар. Достай жазыңыз. Айта беріңіз. Заңгерлер бар. Плюс бизнес жоспарсыз беретін барлығына көмек көрсетіп отыр. Ең бастысы өзіңіз ерінбей жасайтын болсаңыздар болады. Көптеген әйел адамдар бізде, например, ауылды орталықтарда әйел адамдар үйінде торт жасайды, булочка жасайды, тым жақсы жасайды, өзінің сүйікті жұмысы, одан шаршамайды да, бірақ оны масштабирование жасай алмайды, үлкейте алмайды. Сол үшін осындай жерлерге барып хабарласса, әр адамның қолынан келеді. Көргеннен көңіл қалса да жасап көру керек. Пока не попробуем, не узнаем деген сияқты. Өте бір сондай бір тұшымды, жақсы сұхбат болды ғалым мырза өзіңізбен. Рахмет. Негізінде бұл біздің бірінші сұхбатымыз. Алла жазса әлде кеңірек, әлде кең ауқымды масштабты түрде әлі эфирлер жүргіземіз деп ойлаймыз. Біз қазір командамызбен тағы ақылдасайық. Мына үлкен бізде алда үлкен курс бар ғой, мынау алдымыздағы мини курс. Сол үлкен курстың бір шетіне негізінде қойып қоюға болады екен. Өйткені шыны керек қандай дүниені бастасам, не істесем, қолымдағы ақшаны қайда салсам дейтін адамдар өте көп. Менің маңайымның өзінде өте көп, үйретсеңіз деген сияқты. Сондықтан сіз секілді жаңағы кәсіпкерлермен жаңағы әңгімеңіздің өзі маған ұнады. Қараңызшы, сіз бір ғана пойызда еңбек етіп, бір ғана жалақыға қарап жүрдіңіз, бірақ рисковать етіп, мен қашанғы бастықтың қас-қабағына қарап жүрем. Маған да бала шағаңыз бар, әйеліңіз бар, сіздің де өзіңіздің мақсатыңыз бар, арманыңыз бар. Маған өзім жасамасам, маған кім несін береді деген сізді үлкен ұстаным арқылы сіз бардыңыз, рисковать еттіңіз. Оның үстіне қараңызшы, сіз қазір уже жақсы команда құрып қалған шығарсыз. Ол кезде сіз ешқандай мінекей, ол сол кездің өзіне уже білдіңіз де, онлайн сауданың 4 жыл бұрын дедіңіз, жаңа бәрібір қызатынын, біздің Қазақстанда оның керемет белең алатынын сіз білдіңіз. Менің түсінгенім бойынша мінекей оқырмандарға да бір өте бір керемет түйін болды негізінде. Қорқақтайды ғой көп. Біздің әсіресе қыздар, жігіттер қорқақтайды бірдеңе бастағаннан. Әйтеуір жылы креслода қош отыра берейін, нормально 250 мың теңге алып тұрмын ғой, ай сайын әйтеуір жетеді айлығым шайлығыма дейді жүреді. Бірақ көп дүниені басқа, тың дүниені баста. Қазір мүмкіндік өте көп. Адам жасағанда адам жасайды десең, кейбіреуге ертегі секілді көрінеді, кейбіреу құлағын түріп қарайды. Действительно мынаның әңгімесі дұрыс екен деген секілді. Мінекей жаңағы сізде мына төлеңіздер деген дүниеге бұлар не істеп жатыр деп өзіңіз ойлап жатқан шығарсыз. Біздікі мини курс, біздікі жаңағы ғана психология, ойбай андай бірдеңе деген дүние емес, нақты маман иелерімен жұмыс жасау. Әртүрлі сала. Әйелдер көбінесе жазады. Сіз мысалы үшін менің өзім айтады, сіз біресе бір қарасаң анда жүресің, мында үлгересің деген сияқты. Іскер әйел жалпы. Отбасы құндылығы деген дүниелердің бәрі тақырыпта 9 модульдік мини курс болғалы жатыр менде, осы 27-сі күні. Өте бір өзекті дүниелер айттыңыз негізінде. Жалпы біздің қатысатын адамдарға да байланысты, үлкен курсқа да, мына сіздің дүниеңізбен, мына сіздің кәсібіңізбен етене танысып көру керек екен негізі. Мен өзімді акционер болсам ба деп ойлап қалдым қазір. Ана үлкен пакетін сатып алсам ба деп отырмын. Почему бы и нет? Тағы да мен бір айтып кеткім келіп отыр. Қазір бізде көптеген әйел адамдар, көптеген адамдар жұмыс жасап, бір табыспен айналысқысы келеді. Мен сіздерге айтайын, біз қазақпыз, әр қазақтың үйінде, сарайында, бір қорасында керек емес дүниелер жетеді қазір деген. Баяғы мен әжем иманды болсын, көшеден бір темірлер сүйреп алып келіп аулаға тастайтын, мынау бір күні бір керек болып қалады, имені іздегенде осыны таба алмаймыз деп. Сол сияқты дүниелердің барлығын жинап, 100 тауарыңызды алып Босодаға салыңыз, сатып. Арзан баға болса да, көне заттардан құтылу керек. Соларды сатып, қазір Түркияның лирасының бағасы 2 есе түсіп кетіп жатыр. Осы жақтан киім-кешек алдырып, соның барлығын қайтадан Босоданың ішіне әдемілеп, суретке түсіріп, товарный вид келтіріп, соларды сатып, кәсіппен аласаңыз. Жоқтан бар шығарып тұрған зат. Айтады, когда у вас ничего нет, вам нечего терять деген сияқты. Сөйтіп айналысып көріңіз. Өте жақсы. Оның барлығын біз сабақта жетесіне жеткізіп тұрып айтайық деп отырмыз, Алла қаласа. Ғалым мырза, сізге Алла разы болсын. Раушан ханымға сәлем айтыңыз. Амин. Сіздерге көп рахмет.
бұйырса бірлесіп жұмыс жасаймыз әлде. Мен всегда открытым, мен всегда доступенмін, жұмыс жасаймын деген адамдар. Айында Стамбулға барып қалатын шығармыз. Сол кезде отырып деген сияқты талқылайтын дүние өте көп екен сізбен. Рахмет көп. Жақсы, аман болыңыз. Разы болсын. Құрметтілерім, көрдіңіздер, иә? Мен сіздерге кеше не айттым? Сарканай онлайн білім деген парақшада енді пайдалы эфирлерді көп көресіздер деп айттым. Түртіп отырыңыздар деп айттым. Енді бұл бірақ дүние емес. Біз ертең тағы бір кісімен шығамыз. Одан кейін тағы осылай шыға береміз. Әр қайсынан бір нәрсе ала беріңіздер өздеріңізге. Ертең Алла жазса 27 күні бізде курс ашылады, мини курс. Жаңа ғалым мырза өте күшті айтты. Айналып келгенде қазір бізде лираның бағасы 2 есе түсіп жатыр. Түркиядан затыңды алып, өзіңнің кәсібіңді аш дейді. Қара. Айналып келгенде оған да білім керек. Айналып келгенде оған да білім керек. Сен ол дүниені қалай алып келесің? Қай жағына қарап таңдайсың? Оны қалай сатасың? Инстаграмың қандай болу керек? Опять же, менің кешегі 9 модулімнің ішінде, 9 модульдің ішінде, иә? Жаңағы вебинар, марафон, таплинг, қарапайым таплинг. Қарапайым, былай айтқан кезде, жүйелердің өзі қазір сізге қойшы, оңай бір жерде білем дейтін сияқтысың. Оның бәрін сен қазір жалдасаң, адам қыруар ақша сенің әкелген товарыңнан 2 есе шығып кетуі мүмкін. Бірақ сен соны кішкентай сабақтардан үйреніп аласың. Еще бұл сабақтарды біз 9 модуль, неге 9 модуль қойдық? Өйткені құр қазір сен ойбай баста, сен миллионер боласың, сен сөйтесің, бүйтесің деп айта берсек, әйелдер желеулеп, мына жақта отбасы, балансты қалай ұстау керек? Отбасы қағидасы, әйел не деу керек, күйеу не деу керек, әйел нені бағалау керек, күйеу нені бағалау керек деген сияқты осындай көптеген дүниелерді айтсақ па деп отырмыз Алла жазса. Иә. Сабақтың жүйесін түсіндірдім. Жаңа бір кісілер сұрап жатыр. 2900 теңгеге ғана 90% жеңілдікпен. 90% жеңілдікпен. Соның ішінде бүкіл жаңағы айтып кетті ғой. Қазір мен мынаны ашайын. Жалпы кешегі модульдарды тыңдадыңыздар, иә? Модульдарды кім көрген жоқ? Қол көтеріңіздерші. Көрген жоқпыз дейтін адамдар. Одан кейін мына Go сауда туралы Эльмираға хабарласыңыздар, себебі біздің курсқа бұны енгіземіз. Міндетті түрде Go саудадан егерде жаңағындай акция аламын, сіздің сабағыңызды тыңдап ары қарай өзімнің дүниемді сол Go саудаға қоямын, өзім жүйелеймін дейтін болсаңыздар, опять же біздің курста біз сіздерді жүйесімен. Ғалым мырзаға мен енді өте жақынмын ғой, былайша айтқан кезде телефонымыз бар, келіншегін танимын. Ертең неге біз өзіміздің осы жақта Сараның клубынан шығып, Сараның сабағын оқып, біз Go сауданың акционері болып отырмыз, біздің жеке брендімізді сол жерге қойып отырмыз деп, неге біз өзіміздің ортамызды қалыптастырып тұрмасқа? Міне, менің негізгі идеям осы. Иә? Сондықтан ол сұрақтарыңыздың барлығын Эльмира менің продюсерім 702-485-77-88-ге жаза беріңіздер. Мен курстың бағдарламасын қараңыздар. Ішінде барлығы сол сіздерге керек. Әйел мен күйеуінің арақатынасы ең бірінші содан бастадым да. Өйткені әйелдер мені көп тыңдайды. Мен басап, мен сендерге Go саудан үйретем, мен сендерге мынаны үйретем десең, елдер түсінбей қалады. Не айтып кетті депті. Екіншісі, отбасы мен бизнесті қатар алып жүру. Инстаграмда қандай бизнес түрлерімен айналысуға болады? Вот, пожалуйста. Барлық онлайн. Сториспен тікелей эфирге шығу алдындағы қорқынышты жеңу. Опять же, ертең сен қаладың, акционер болдың, иә? Ой, машалла, жаңағы ғалым мырза енді жеңіл қылып түсіндіріп жатыр ғой, енді біздің нағыз қазақтарға керек, ақшаңды бердің де шалқайып жаттың деп. Бірақ шалқайып жату үшін де сен кішкене миыңда білім болу керек қой. Мен жаңағы 3 пакеттің ең қымбат пакеті 1.073.000 теңгені салып қойдым, бітті деп жату деген ол жалаң дүние, қыздар, жігіттер. Оған да кішкене білім керек. Иә, жатасыздар, кім? Иә. Мен акционер боламын. Достаева Эльмираға жазып қойыңыз. Менің курсымнан кейін біз бұны бірге талқылайтын боламыз, Құдай қаласа. Бірге кіретін боламыз. Жалпы менің өзімдікі де тіркеліп тұр, бірақ мен көрдіңіздер ме? Өзім әлі никат еткен жоқпын. Енді қараңыз ары қарай, иә? Қазір ары қарай жазамыз.
Так. Таплинкпен тилда сайттарды меңгеріп табысқа шығу. Тағы да. Сенің саудаң болу үшін таплинк. Сен құр таплинк жасап отыр, мысалы, қаншама адамдар қазір кәсіп бастап жатыр. Құр таплинк деген дүние, менің Сарканай онлайн білім дегеннің дөңгелектің астында бір ссылка тұр, соны бассаң, это таплинк называется. Ол да сайт сияқты дүние. Оған да кәдімгідей ақша алады адамдар жасау үшін. Вот соны жасауды үйренесіз. 2022 жылдың тренд мамандықтары. Интерфейс дегеніміз не? Марафон программасы, вебинар структурасы, осының барлығы бір ғана сабақта айтылады. 2900 теңге тұрады. Эльмираға хабарласыңыз, чекті Сандуғаш деген ханымға жібересіз. Яғни менің жаңа Сарканай онлайн парақшаның жазылып тұр. Именно сол жерде таплинк тұр. Соны бассаңыз, Сандуғаштың телефоны тұр. Прямой WhatsApp-на жібере саласыз. Так. Я. Неге бұл курсты оқу керек? Мен неге курс деп айтып жатырмын? Тез нәтижеге жетесіз. Инфо өнім жасаймыз. 10 күннің ішінде кәсіп бастау мүмкіндігі. Мықты нәтиже көрсеткен адамды командам аламын уже. Біздің командада кеше мен продюсерім айтып кетті, 9 адам істейді. Ол бізге аздық етеді. Енді бастап жатқанда 9. Бізге әлі көп үлкен команда керек болады. Яғни мини курстың вот сізге пайдасы. Өйткені біздің үлкен курсқа команданың ауқымы көп болу керек. Вот, пожалуйста. 2900 теңгеге білім ал, үйрен. Бәлкім бағың жанып кетеді. Миллионерлер клубына мүше болуға уже прецедентсіз. Яғни бізде мақсат клуб ашу. Миллионерлер клубы. Яғни осының ішіне Голос Сауданың жаңағы пакетін алғаны бар ма, кәсіп ашқаны бар, оның барлығын іріктейміз. Енді 2900 теңгені курс алған адамдар бәрін қоспаймыз ғой. Яғни оның ішінде белгілі тапсырманы орындайды. Енді ары қарай қараңызшы, ары қарай қараңыз. Ары қарай қарап көріңіз, мінекей. Курстың ұзақтығын қараңыз. 1 ай. Бұл қайталап айтам. Менің бұрынғы лекциялық сабақтарым емес. 2 күн, 3 күнге 3000 теңге төлеп, 3 күнде прямой эфирда дәріс бере салып, оны 1 апта сақтай салып жоқ қылатын дүние емес. Бұл 1 апта ауқымды шара. Сабақтар видео ролик нұсқауында болады. Ссылканы жібере салмайды. Видео ролик нұсқауында болады. Курсқа доступ 3 ай болады. Куратормен кері байланыс 1 апта. Куратормен кері байланыс деген вообще жоқ басқа сабақтарда. Тем более инди курсқа ешкім қоймайды. Одан кейін қараңыз. Қазір айтайын. Неге жалған мен. Курстың негізгі бағасы 29 мың. 90% жеңілдікпен 2900 теңгеге аласыз. Вот. Мен Эльмираның телефонын жазып қойдым. Жалпы негізінде адам осының өзін бір адамдар бос әңгіме деп қабылдауы мүмкін. Қойшы бардық. Әйтеуір әуре сарсаңға салу. Өтірік бір-біріне ұқсас. Олай ойлайтын адамның енді ойлау жүйесі сол. Яғни өзінің өмірі өзіне устраивает. Бірақ қараңызшы жаңа, қарапайым просто бір ғана сіздер, мен мысалы үшін үйретіп қойған жоқпын. Ғалым мырза сіз сөйтіп сөйледік. Біз вообще бұл тікелей эфирдің алдында сөйлесіп не қылған да жоқпыз. Просто менің көмекшілерім, командам ол кісіге шықты, уақытын белгіледі, уақытын қойды, суретін сұрады, баннерға салды, бітті. Мен даже сөйлесіп, не болады, чё почем сұраған да жоқпын. Бірақ ана әңгімесінің өзі, яғни рисковать етіп дейді, мен вообще сондай адамдарды сыйлаймын. Рисковать етіп, анаған қорықпай кредит алған еще. Оны айтты ғой жаңа. Қорықпай кредит алып, ана екінші өсуіме вложение жасадым дейді. Миллиардер болады бұл кісі әлі. Қазір сіздерге біреулеріңізге ой бұл қайда деп отыруымыз мүмкін. Бірақ карантин жақсылап тұрып қойып берді ғой негізі. Бұндай дүниелер қатты дамып жатыр қазір. Сондықтан, ойбай маған 49 секунд қалды дейді, но уақытпен шектейтін болыпты ғой. Мен қазір сақтап алайын, иә? Содан кейін сіздермен тағы да қосыламын.